Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары, тригонометрия бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасы, егер қажет болса каналында екінші нұсқасы және жалпы нұсқасы бар, және физика, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Бірінші тапсырма градусты радианға және радианды градусқа айналдырып сәйкестендіріңіз. Оқушылар, ол үшін, яғни градусты радианға айналдыру үшін 180-нен пиге көбейтеміз. 120 мен 180-ді екеуінде 60 деген санға қысқартсақ болады. Мұнда 3 болады, мұнда 2 болады. Сонда 3-тен 2 пи болады. Мұнда да дәл сондай 27 мен 180-ді екеуінде 9 деген санға қысқартамыз. Мұнда 3 болады, мұнда 20 болады. Сонда 20-дан 3 пи болады. Ал мұнда 210 мен 180-ді екеуін 30 деген санға қысқартсақ болады. 210-ды 30-ға бөлеміз, 7 болады. Мұнда 180-ді 30-ға бөлсек 6 болады. Сонда 6-дан 7 пи болады. Мұнда 300 бен 180-ді екеуінде 60 деген санға қысқартамыз. Мұнда 3 болады, мұнда 5 болады. Сонда 3-тен 5 пи болады. Сонда оқушылар, мұнда мінеке 3-тен 2 пи, мінеке нұсқасы болады екен. Екіншісінде 20-дан 3 пи, ол А нұсқасы. Мұнда 6-дан 7 пи, Г нұсқасы. Ал мұнда 3-тен 5 пи, ол бізде Б нұсқасы. Енді мұндағы радианды градусқа айналдыратын болсақ, пиден 180-ге көбейтеміз. Мұндағы пи мен мұндағы пи қысқарады. 20 мен 180 қысқарады. Екеуі 20 деген санға бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 9 болады. Сонда 3-ке 9-ды көбейтеміз. 27 болады. 27 оқушылар мінеке бізде 2-ге сәйкес келеді екен. Мұнда пи мен пи қысқарады. 180 мен 3 екеуі 3 деген санға бөлінеді. Мұнда 1 болады. Мұнда 60 болады. 5-ге 60-ды көбейтеміз, 300 градус болады. Ол бізде мінеке 4-ке сәйкес келеді. Ал енді мұнда пи мен пи қысқарады. 180 мен 2 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 90 болады. 3-ке 90-ды көбейтеміз, 270 градус болады. Енді келесі пи мен пи қысқарады. 180 мен 6 екеуі 6 деген санға бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 30 болады. 7-ге 30-ды көбейтеміз, 210 градус болады. 210 градус мінеке мұнда 3-ке сәйкес келеді екен. Мұнда пи мен пи қысқарады. 180 мен 6 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 30 болатын болса, 3-ке 30-ды көбейтеміз, сонда 150 градус болады. Мұнда пи мен пи 3 пен 180 қысқарады. Мұнда 1, мұнда 60 болады. 62-ке көбейтеміз, 120 градус болады. 120 градус мінеке 1-ге сәйкес келеді екен. Сонда оқушылар мұнда жазып қоямыз. 1-де Е, 2А, 3-де Г болды, 4-де Б болды. Келесі оқушылар, екінші тапсырма өрнекті ықшамдаңыз. Өрнекті ықшамдау үшін оқушылар келтіру формулаларын қолданамыз. Косинус пи азайтылған альфа, яғни косинус 180 азайтылған альфада бізде минус косинус альфа болады. Мұнда көбейту, тангенс пи қосылған альфа, тангенс альфа болады. Мұнда синус 90 азайтылған альфа, косинус альфа болады. Косинус пен косинус қысқарады. Мұндағы минус тангенс альфаға беріледі. Сонда минус тангенс альфа болады. Келесі оқушылар, үшінші тапсырмада есептеңіз. Ол үшін оқушылар қосу формуласын қолданамыз. 40-ты альфаға, 20-ны бетаға теңестіріп аламыз. Сонда косинус альфа, косинус бета, синус альфа, синус бета. Ол бізде қосу формуласы бойынша косинус альфа қосылған бета болады. Яғни 40 градус қосылған 20 градус болады. Сонда 40-қа 20-ны қосамыз, 60 градус болады. Косинустың 60 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең болады. Ал енді Б тапсырмасы бойынша синус 105-ті есептейміз. 105-ті оқушылар 2 бұрыштың қосындысы ретінде алсақ болады. Яғни 60 градус қосылған 45 градус деп алсақ болады. Енді оқушылар
альфа 60, бета 45 деп аламыз. Сонда синус альфа қосылған, яғни синус альфа қосылған бета деген формулаға саламыз. Сонда бұл мұнда жазып қояйық. Ең алдымен синус альфа қосылған бета деген формуланы жазып қояйық. Синус альфа косинус бета қосылған косинус альфа синус бета болады. Синус 60 градус қосылған 45 градус тең болады синус альфа, яғни синус 60 градус косинус 45 градус қосылған косинус 60 градус және синус 45 градус. Енді мәндерін қойып шығамыз. Синус 60 градуста бізде 2-ден төбір асты 3 болады. Көбейтеміз. Косинус 45 градуста 2-ден төбір асты 2 болады. Қосылған косинус 60-та 2-ден 1-ге тең болады. Көбейтеміз. Синус 45 градуста 2-ден төбір асты 2 болады. Енді көбейтеміз. 4-тен төбір асты 6 болады. Мұнда 4-тен төбір асты 2 болады. Бөлімдері бірдей, тек қана алымдарын қосамыз. Сонда 4-тен төбір асты 6 қосылған төбір асты 2 болады. Сонда оқушылар, синус 105 градуста 4-тен төбір асты 6 қосылған төбір асты 2 болады екен. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырма өрнекті ықшамдаңыз. Асында синус 2 альфа бөлінген 2 тангенс альфа, ал Б-да 1 қосылған косинус 2 альфа, 1 азайтылған косинус 2 альфа. Оқушылар, мұнда біз, яғни 4-ші есепте қос бұрыштардың формуласын қолданамыз. Синус 2 альфа деген сөз ол 2 синус альфа косинус альфа тангенс альфа деген сөз оқушылар синустың косинусқа қатынасы, яғни 2 синус альфа бөлінген косинус альфа. Оқушылар, мына өрнектің астында 1 бар деген сөз, сонда қосарланған бөлшек шығып тұр. 2 синус альфа косинус альфаның косинус альфаға көбейтеміз. Сонда 2 синус альфа косинус квадрат альфа болады. Бөлімінде 2 синус альфа болады. Мұндағы синус альфа, яғни 2 синус альфа мен 2 синус альфа қысқарады. Сонда бізде косинус квадрат альфа қалады. Келесі Б тапсырмасы бойынша оқушылар, 1-ді біз синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа деп алсақ болады. Ал косинус 2 альфа бізде ашылады. Косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа деп. Мұнда плюс таңбасы бар екен, сөйге ашып жазсақ болады. Минус синус квадрат альфа. Бөлімінде де дәл сондай синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа деп ашып аламыз 1-ді. Мұнда минус жақшаға алайық. Косинус минус синус 2 синус квадрат альфа. Сонда оқушылар, мұндағы бізде синус квадрат альфа мен минус синус квадрат альфа қысқарады. Мұнда алымында косинус квадрат альфадан 2 екен, қосылады. 2 косинус квадрат альфа болады. Бөліміндегі жақшаны ашамыз. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа азайтылған косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа болады. Енді қысқаратындар қысарсақ болады. Косинус квадрат альфа мен минус косинус квадрат альфа қысқарады. Сонда бізде алымы сөйге жазылады. Бөлімінде синус квадрат альфа қосылады. 2 синус квадрат альфа болады. Оқушылар, косинустың синусқа қатынасы котангенсті береді. Мұндағы 2-лерді қысқартып тастаймыз. Сонда котангенс квадрат альфа болады. Оқушылар, түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген сұрақтарым болса, комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.